Сабыр ақылдың серігі. Біреу жұмыс қылайын десем, тұрған жерім жаман дейді. Біреу маңайымдағы елім жаман дейді. Бұлардың бәрі де бос сөз. Тіл өткір найза. Дәулет те біреуден көшіп, біреуге қона береді. Парақор биге ісің түспесін, сараң үйге кісің түспесін. Естіге айтқан тура сөз, шыңға тіккен тумен тең. Езге айтқан тура сөз, құмға сіңген сумен тең. Тұлпардан тұлпар туады, асылдан асыл туады, жалқаудан масыл туады, масылдан малық бас туады. Дауыл болмай жауын болмас, даулы болған қауын болмас. Егіз ешкі сауын болмас, екі жалқау аулы болмас. Аспан ашық болса, күн шуақты болады. Хан әділ болса, халық ынтымақты болады. Таста тамыр жоқ, ханда бауыр жоқ. Бірлік түбі береке. Хан қасында ақылды би болса, қара жерден кеме жүргізеді. Халқыңды билемес бұрын, өз ордаңды билеп ал. Тату болса, ағайын жақын, адал болса, дос жақын. Бір бала бар, атасына жете туады. Бір бала бар, атасынан өте туады. Бір бала бар, өтінен кері кете туады. Байлық мұрат емес, жоқтық ұят емес. Атадан жақсы ұл туса, елінің зоры болады. Атадан жаман ұл туса, адам біткеннің қоры болады. Ауруын жасырған ажалсыз өледі, қиянаттан қорыққан амалсыз көнеді. Балам деген жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан шықсын? Тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Баланы ұлша тәрбиелесең, ұл, құлша тәрбиелесең, құл болмақшы. Жер мәселесі қазақтың тірі я өлі болуының мәселесі. Мойындағы борышты бөлу білімнің ісі, борышты төлеу адамшылықтың ісі. Мектептің жаны мұғалім. Мақал тәжірибеден шыққан ақиқат түрінде айтылатын сөз. Күнелту үшін ас керек, ас істеуге күш керек, күшті жұмсауға ес керек. Әркім өзі жақсы білетін нәрсесін сынау керек. Алушы да, беруші де өзіне жағымды жағын іздейді. Жұрт керегін білетіндер көп, істейтіндер аз. Талап жоқ, үміт көп бір халықпыз. Жаман әйел жігіттің тайдырады табанын, тарғылады заманын. Жақсы әйел жігіттің жақсы қылар жаманын, ұшқыр қылар шабанын. Біздің заманымыз өткен заманның баласы, келер заманның атасы. Ұнаса лайк басып, каналға тіркеліңіз. Ұнаған мақалды комментарийға жаза кетіңіз.